Мен сияқты күйеуінің жұмыстан бір күн аптасына бір күн демалған асыға күтіп жүретіндеріңіз бар ма? Болсаңыздар комментарийға мен деп жазып кетіңіздер. Сонда да бір демалысында да бір демалыс бермейсің ғой, жүр анда барайық, жүр мында барайық деп. Бірақ біздің бүгінгі отырысымыз гәп дейді ғой. Гәбіміздің бүгін последний күні. Осы енді осылай последний болғанда енді соңғы адамның отырысы, одан кейін қайтадан бастайды. Солай әрі қарай әңгіменің төркініне кетейік. Бүгінгі біздің демалысымыз осылай Алмарасандағы әдемі жерге түсіпті. Судың ағысы мейді прямо демалдырады ғой. Ал енді әңгіменің ең қызық жеріне түсейін. Сіздің достарыңыздың ортасында бар ма? Әр отырыс сайын шетелге шығып келетіндер. Ал біздің ортада бар. Біз әр отырыс сайын 4-5 елге шығып келеміз десек болады. Соның ішінде Таиландқа барып келеміз, Турцияға барып келеміз, мына тұрған Ташкентке барып келеміз. Бармайтын жеріміз жоқ, бәр жерге барып келеміз ғой. Бүгінгі енді біздің отырысымыз ауызша бара бермей жазбаша барайық дедік. Деп қыздар мынандай айла таптық. Давайте волейбол ойнаймыз. Қыздар ұлдар болып бөлініп. Егер де қыздар ұтқан жағдайда сіздер Турцияға барасыздар. Жігіттің екі сөйлегені өлгені. Қыздар жеңді, енді жігіттер бізді шетелге шығарады. Солай гәбіміздің соңы Турциямен аяқталды. Солай шай тамағымызды ішіп, әдемі көңіл күймен осылай үйге қайттық. Ал сіздерде биылғы жазға қандай пландарыңыз бар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Мынау мен Турцияға баратыныма мәз болып, айна қарап жымиып кетіп баратқан саусақтарыма қарап. Кстати, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, мен жоғалтпас үшін. Всем пока-пока.